Сәлем баршаңызға, мен Сымбат Асқарқызы. Бүгін сіздермен суреттер мен видеоны қалай жасауға болатынын көрсете отырып, видео құттықтау жасайтын боламын. Ең алдымен подписаться батырмасын басып, маған тіркелуге ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдай отырыңыздар. Ал кеттік ендеше. Әдеттегідей CapCut приложениесін ашатын боламыз. Новый проект, яғни плюсты басамыз. Алдын ала қандай суреттерден видео жасайтыныңызды өзіңіз таңдап, примерно дайындап қойсаңыз болады. Менде алдағы уақытта ұлымның туған күні келе жатыр. Соған арнап сіздермен бірге қазір құттықтау жасайтын боламыз. Мен бұл жерде әр жерден қарап отырып, енді сурет өте көп қой, бірақ примерно кішкентай кезінен бері қарайғы кішкене жинақтап қойдым суреттерін дайындап. Енді осы суреттерді қазір таңдап алатын боламыз. Добавить деп тұр, яғни біз 22 сурет таңдап отырмыз. Мінекей суреттер түсті. Видеоны жасап бастамас бұрын, біз астында қарасаңыз функцияларды ары-бері қолыңызбен ұстасаңыз жылжиды, ары-бері жылжытсаңыз. Соотношение сторон деген тұр, төртбұрышты аппақ болып. Соны басасыздар да, қандай приложениеде сіз бұл видеоңыз шығаратын боласыз? Instagram ба, TikTok ба, соған ыңғайлап таңдап аласыз. Бізде YouTube болғандықтан мен міне 16:9 YouTube-тың белгісін таңдайтын боламын осы жерде. Енді бұл сурет кішірейгендіктен фонымыз екі жағы жан-жағы қап-қара болып қалды. Сондықтан да біз бұл суретке әдемі фон таңдауымыз керек болады. Мына жерде птичканы басасыз, белгілейсіз осыны таңдағаннан кейін. Енді фонды қалай таңдаймыз? Асты жағында жаңағы функциялар міне тұр. Осы функцияларды ары-бері жылжытып отырсаңыздар, холст деп тұр. Төртбұрыш, іші сызық-сызық болып тұр. Соны басасыздар. И міне үш түрлі сізге мүмкіндік беріп отыр. Мына цвет дегенді бассаңыздар, артына қалаған цветіңізді фон ретінде таңдап қойсаңыз болады. Немесе назад шығамыз. Размытие деп тұр ғой, осылай таңдасаңыз, яғни сурет көрсетіліп тұрады, арт жағы дәл осы суреттің бұлыңғыр түрі болып көрсетіліп тұрады. Ал біз бүгін фон деген жерден таңдайтын боламыз. Яғни бұл жерде тоже екі вариант бар. Мына плюс дегенді басатын болсаңыз, галереяңызға түсіп, егер сіздің арнайы дайындап қойған әдемі фоныңыз бар болса, басқа приложениялардан алып, или бір суреттер сондай бар болса, соны таңдап алып қоя аласыз. Егер жоқ болса, осының өзінің ұсынып тұрған фондарының ішінен өзіңізге қажет кез келген фонды таңдай аласыздар. Енді бұл балаға арналған құттықтау болғандықтан, бізге бұндай серьезный фондардан көрі кішкене детский фон таңдаған қызықтырақ сәйкес келетін болады. Қазір қарап көрейік. Ұл бала болғандықтан, қазір мен көк түске кішкене жақын сондай бір детский фон таңдайтын боламын. Қыз бала болса, розовый әртүрлі жүрекшелері бар деген сияқты таңдай бересіздер. Так, міне фон өте көп. Осы жерде сізге тез-тез уақытыңызды жоғалтпай, қажет фонды таңдап қою керек болады. Мен осы фонды таңдағым келіп отыр. Енді қараңыздар. Астында жазулар тұр. Фон және применить ко всем. Применить ко всемді басатын болсаңыз, осы таңдаған фоныңыз барлық суреттердің астына түсетін болады. Ал егер сіз әр суретке жеке-жеке фон қоятын болсаңыз, әр қайсына жеке-жеке таңдасаңыз болады. Мен бұл жағдайда применить ко всемді басып, фонды общий алдым. Енді птичканы басамыз. Болды, фон таңдалды. Назад шығамыз стрелкамен. Енді біз бұл суреттердің арасына переход жасауымызға болады. Мысалға, мына жерде төртбұрышты көріп тұрсыздар ғой. Егер де сіз мысалға кішкентай кезінен бастап біртіндеп үлкейгенге дейінгі аралықтағы суреттерді алған болсаңыз, сіз мына бір кереметтей переход таңдасаңыз болады. Мына екі суреттің ортасындағы ақ төртбұрыштың үстін сызықты әкеліп басып қалсаңыз, сізге переходтың түр-түрін көрсетеді. Мына жерде тогда и сейчас деген бар. Міне, осыны басатын болсаңыз, понятно дей саласыз, шыққан жазуға. Және применить ко всем деп бәріне қоюға болады бұл суретті.
И таңдап алғаннан кейін птичканы басасыз. Сонда қараңыз. Мына суретіңіз жылжып баратқанда міне былай ауысатын болады. Көрдіңіз ба? Бетімен беті келіп, міне тогда и сейчас деген. Бірақ менің суреттерімнің размерлері әртүрлі болғандықтан кішкене келмейтін сияқты былай. Өйткені бір жерде тұрып тұр, бір жерде отырып тұр. Сондықтан да мен бұл жолы ол жаңағы переходты таңдамаймын. Яғни бұл жерден жоғары жақтағында 0 тұр ғой, міне, сонымен отметить ете саласыздар. 0 деппін ғой, мына домалақ тұр ғой, сызылған үсті. Сол белгімен отметить етемін да, тек бірінші, екінші суреттерге ғана применить ко всем, яғни бәр жерде отмена болды. Мен тек қана бастапқы 2 суретке солай қойсам. Так. Ары қарай переходты осы жерден алып любой жасауға болады, кез келген. Или жасамасаңыздар да болады. Енді тағы бір көрсеткім келетіні, мынау суреттерді кесуге болады сіздерге әдемі қылып. Астындағы функцияларды жылжытатын болсаңыз, бірінші суреттің үстіне қойып аласыз. Астында жылжытып отырсаңыз, маска деген бар. Масканы бассаңыз, мына жерде сізге түрлі фигураларды шығарып береді. Міне, жүрек, мына суретіңізді жүрек қып тұрғанын қалайсыз. Мына жүректі бетіп қолыңызбен ары бері жылжысаңыз, үлкейеді, кішірейеді, яғни осы суретіңіздің бетіне туралап алып, астына птичканы таңдайсыз. И жұлдызшаға салғыңыз келе ме, 4 бұрыш, домалақ деген сияқты әртүрлі мына жерде берілген. Мен қазір осы домалақ түрін таңдағым келіп тұр. Суреттің бетімен келтіріп қойып алғаннан кейін астында птичканы басасыз. Кейін мынаны қолыңызбен ары бері жылжытып, үлкейтіп, кішірейтіп, орнына ауыстырып қоя бере аласыздар. Осылай ортасында тұра берсін. Ең бірінші мынау суретке мен текст жазғым келіп тұр. Ол текстті қалай жазамыз? Астында функцияларды қарап отырсаңыздар, текст деп өзі шығып тұр. Соны басасыздар. А+ дегенді басасыздар. Бұл жерде мысалы қандай жазу жазасыз? Мади. Яғни баланың есімі деп жазып алдым. Енді бұны эффектіға кіріп, жазуын әртүрлі неге қойып таңдап алсаңыздар болады. Міне. Қандай қылып жазыңыз келеді? Таңдап алсаңыз. Астында майда-майда міне жазулар тұр, қарасаңыздар. Мынау в тренде, яғни көп қолданылатын түрлері. Основной, яркий освещение, разноцветный, желтый, красный, синий кете береді. Сіз қандайын таңдағыңыз келеді, соны сәйкестендіріп таңдайтын боласыз өзіңіз. Так, осыны алайық. Және де бұл жазудың шрифтін өзгерте аласыз. Міне, жазудың астында шрифт деген тұр. Шрифтті басамыз. Әртүрлі міне от руки, әртүрлі простой, жирный деп тұр ғой. Сіз өзіңізге ұнағанын таңдап аласыз. Птичканы басасыз. Енді қайтадан добавить текст дейміз. Астына түсіріп, туған күніңмен деп жазамыз. Туған күніңмен. Енді мынау шрифт бізге келмей тұр қазақшаға, сондықтан оны шрифтін ауыстыруымыз керек. Вот. Эффектіға кіріп, қайтадан бағанағы эффектіні таңдап аламыз. Жолдайдың ішінен алған сияқты едік, е? Қазір көкке сары кішкене жақын келетін болғандықтан сол жерден алып жатырмын. Міне. Так, осы ма?
бұл жерде әртүрлі қалағаныңызды таңдап аласыз. Туған күніңмен. Және де мына жерде жоғары жақта міне майда-майда болып жазып тұр. Шрифт, оның стилін, эффектісін, мынандай фраза түрінде жазылғандары бар. Әр қайсына қойсаңыз, міне әртүрлі ауыса береді. Оны үлкейтіп, кішірейтіп, өзіңіздің жазуыңызға келтіріп ала аласыз. Мен бұл жерде, например, қазір таңдағым келіп отыр бір түрін. Не осыны? Сәл кішірейтейік. Астында міне саусағыңызбен басып, қайда қоясыз, сол жерге қатысты функцияның бәрі сол жерге қатысты болады, астындағы функция. Если мади деген жазуға қойсаңыз, астындағы басқан нәрсеңіз именно мадиге қарасты болады. Туған күніңмен дегенге бассаңыз, соған қарасты. Егер суреттің үстінен бассаңыз, астындағы функциялар осы суретке қатысты болады. Енді мынау мади дегеннің астына жаңағы стильға кіріп, фразаға кіріп, астын бояп алайық, әдемі көріну үшін осылай. Осылай шрифтінде стилін ауыстыра салайық. Мінекей мади, туған күніңмен. Енді ары қарай кеттік. Суреттер бізде ұзақ бетіп көрініп тұрып алмас үшін мына суреттерді қысқартып шықсақ болады. Қай суреттің үстінен бассаңыз, сол суретті міне ары бері мынау ақтың қолыңызбен жылжыту арқылы өстіп кішкене уақытысын азайтып қысқартуыңызға болады. Тез-тез каждый суретке қойып, өстіп қысқартып шығыңыздар. Үстінен басасыз суреттің, және саусағыңызбен былай тартып қаласыз. Солай міне каждый суреттің кішкене көрсетілу уақытысын үстіне қарасаңыздар, майда жазумен 30 секунд көрсетіліп тұрады екен мына сурет мысалға. Мен мына суреттің үстінен басып, если оны былай тартатын болсам, қараңыздар, уже 2 секундқа түсті, 2 секундта. Міне. Болдық мінекей. Енді бұл суреттерге эффект қоюымыз керек, анимация жасауымыз керек. Біріншісінен бастайық. Мына сурет анимацияны қалай қоямыз? Суреттің үстінен басамыз. Астында анимация деген жазу тұр. Соған кіресіздер. 3 түрлі көрсетіп тұр. Ввод, вывод, комбо деген. Енді бізге мынаның ішінен таңдаймыз. Қайсыны таңдасақ? Осыны таңдап, және астында жылдамдығын көрсетіп тұр. Тез шыққанын қалайсыз ба? Асықпай осылай шыққанын қалайсыз ба? Тез шыққанын қалайсыз ба? Міне, средний, такой осыны таңдайық. Птичка қоясыз и таңдалады ол. Енді жазуға анимация жасасақ болады. Мади деген жазудың үстін бастым. Астында анимация деп тұр, міне домаланып. Осының үстін басасыздар да, ол жазудың қалай шыққан қалайсыз. Тоже үстінде 3 түрлі сізге мүмкіндік беріп тұр. Ішінен өзіңіз қалағаныңызды таңдайсыз. Ары бері жылжытып, қазір мен сіздермен анимацияның бір түрін таңдайтын боламын. Міне. Осылай жоғарыдан түседі. Сурет арт жақтан келіп, жазу үстінен түскен интересный болатын сияқты. Осыны таңдайық. Енді келесі жазуға анимация таңдаймыз. Так, тоже жазудың үстін бастық, анимацияны бастық. Бұл суреттің қалай шыққаны дұрыс. Осыны таңдайық, Ал кеттік ендеше. Мынау суреттерді каждый суреттің үстінен басып, анимация жасай аласыздар. Міне, бастамыз, анимацияға басасыз, 3 түрлі мүмкіндік беріп отыр. Осының ішінен қалаған қозғалтатын жаңағы қарап, өшірден қарап, алыстан шыққан қалайсыз ба?
қалағаныңызды таңдай аласыз. Ал кеттік. Мына астындағы секундтың тез жылдам шығу, ақырын шығу, осыны жылжытып таңдайсыздар. Тез таңдап шығайық. Комбоға кіріп таңдасаңыздар да болады. Бұл жерде мүмкіндік өте көп. 3D зум деген сияқты. Ішінде қарасаңыз, суреттердің шығуының нелері өте көп, мүмкіндіктері. Осыны таңдайық. Бәрін тез каждый суретке кіріп, анимацияға қойып, осылай, достар, таңдап шығамыз. Жақында мен осы ұлым туған күні келе жатыр. Соған видео жасауым керек болған. Енді міне сіздермен бірге отырып жасап жатырмын. Сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, бір нәрсе үйреніп жатқан болсаңыздар, маған подписаться батырмасын басып тіркелуге ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өзімнің бар білетін біліміммен бөлісіп отырамын. Бұл қазіргі кезде қажет, заман талабына сай, бәрі онлайн болып жатыр. Сауда жасасаңыз да өзіңіздің жаңағы сататын нәрсеңізді әдемілеп көрсете білуіңіз керек. Той жасасаңыз да шақыруды қазір осылай онлайн жібереміз. Суреттердің де бәрін осылай өңдейміз. Сондықтан да осының бәрін үйреніп алуларыңыз өздеріңізге көмек, пайдалы болады. Кейбіреулерге бұл нәрсе ұнайды, ұнатып істеген адамдар тез қағып алады бұндайды. Көпшілікке бұл ұнамаса да қажет нәрсе қазіргі таңда. Каждый раз біреуге заказға жасап, ол дегенмен де өзіңіз жасасаңыз, өзіңіз таңдап, өзіңіздің ойыңыздағындай нәрсені жасайсыз да. Сол себепті үйреніп алыңыздар. Негізі басында көп отырғандай боласыздар, уақыттарыңыз көп кетіп қалғандай боласыздар, но үйреніп алғаннан кейін тез жасап жібересіздер. Ешқандай қиындық уже болмайды. Бәріне вроде бы таңдап шыққан сияқтымын. Енді стиль деген бар. Маған өте ұнайтын стильдің бір түрі бар. Ол стильді қою үшін адамның денесі бүтіндей тұрған болу керек. Мысалға осындай сурет болу керек. Маған өте ұнайды. Осы суреттің үстінен бастым. Енді қараңыз, астында стиль деген тұр белгі. Соны басасыздар. Осыны менен көп сұрайтын еді бұрында. Енді осы жерде айта кетейін, көріп отқан болсаңыздар, біліп алыңыздар. Осы жерде міне астында шығып тұр неше түрлі стильдар, жазулар шығып тұр. Разделение дегенге бассаңыз, мына жерде міне тұр ғой. Арты қозғалады қыздың, картинка. Осыны таңдасаңыздар, вот осылай шығады. Барлық осындай тұрып тұрған, қисайып тұрған емес, жанына қисайып, мынандай тұрған суреттер емес, ал тік тұрып, осылай тұрып тұрған суреттерге осыны жасаған өте күшті көрінеді видеода. Мына жерде міне разделениеда, міне қазір екінші болып көрініп тұрғаны. Птичка басып белгілеп аласыз. Давайте қазір осындай тұрған суреттердің бәрін белгілеп шығайық. Суреттің үстіне бастым, байқап жатсыздар ғой, міне жылжытып әкелдім. Суреттің үстіне бастым қолыммен, астындағы стиль деген функцияға кірдім. И мына жерде разделение деген жазуды таңдайсыздар. Міне екінші тұрған птичканы астындағы басасыздар. Осы суретке осы таңдалды. Міне екеуін. Және айта кетейін, достар, суреттерін, например, реті сіздің қалағаныңыздай болмай түсіп қалса, мына жақта ештен кетпейді. Суреттің үстін басып тұрып, ары бері жылжытып, міне орындарын ауыстыруға болады. Мына екеуі бірдей қатар болып кетпес үшін, мына тік тұрған суреттер ортасын былай ауыстырып қойдым. Міне үстін бастым, стильға бастым, разделение дегенге бастым, міне екінші тұрғаны белгілеп алдым.
Не тағы бір тік тұрған сурет бар екен. Осыған жасайық. Разделение қайда? Мінеки. Все, вроде бы. Енді назад деп қояйық. Біз енді эффект таңдаймыз суреттерге. Басынан бастаймыз. Суретке мына сызықшаны жылжыттық. Астында қарасаңыздар, эффекті деп тұр, ең соңында жұлдызша болып тұр. Басасыз. Мына жерде біріншісінде тұр, иә? Эффекті видео деп. Соны таңдайсыз. Бірінші в тренде деп тұрған, яғни көп қолданыста адамдарда бар эффект. Осының ішінен таңдап алсаңыз болады. Немесе ары қарай жылжытып, каждый бөлімдерде міне әр түрлі ночной клуб, звезда, ретро, заставка дейді, искажение, неше түрлі бар. Ішінен кез келген өзіңізге ұнағанын таңдай аласыз. Бұл именно сіздің суретіңіздің үстінен шығатын болады. Фонға емес. Егер сіз фоныңызды тоже сурет ретінде қойып, кейін үстінен наложение ретінде қойсаңыз, онда фоныңызға түседі. Оны алдағы уақыттардағы видеоларда сіздерге көрсететін боламын. Көрдіңіздер ме? Суреттің үстінен шығады. Птичканы басып белгілеп аласыз. Бұл эффектіні созып барлық суреттеріңізге қойсаңыз болады. Мысалы қараңыз. Енді дәл осындай стильға менің қоятын өзімнің эффектім бар әрдайым. Қайтадан астында жылжытып, артқа назад жүріп, эффекті видеоға кіреміз. Міне мынау. Екіншісін таңдаймыз. Міне, күшті келеді осыған. Барлық осындай суреттерге осыны қойып шығамыз қазір. Неке. Сызықшаны басынан қоямыз осылай. Эффект видео. Мінеке. Екінші тұрғаны. Екеуі бір-біріне күшті келеді. Мен ойымша. Мен сіздер өздеріңіз алдағы уақытта үйреніп алғаннан кейін көресіздер. Назад шығамыз, эффект видеоны таңдаймыз. Міне екіншісін таңдаймыз. Птичканы басамыз. Осы эффект осында қойылды. Мына жерге то же самое. Так, назад, эффект видео. И екіншісі. Мінеки. Назад. Достар, эффектінің түрлері өте көп. Каждый суретке отырып асықпай әр түрлі эффектін таңдасаңыздар болады. Жүрек бар, ұшып баратқан көбелек бар, жұлдыздар бар, искра бар деген сияқты. Міне астында назад деп қайтадан эффект видеоға кіресіздер де, қай суреттің астына тұрасыз, сол суреттің астына міне комикс дейді, Рождество, мысалға. Мынандай неше түрлі эффекттер астында бар, көріп тұрсыздар ғой. Қалағаныңызды сол суретке қатысты қоя бере аласыз. Міне любовь дейді, неше түрлі жүрекшелер, мінеки. Қайсын таңдасаңыз, сол бола береді. Және де алдағы видеоларда айтқан болатынмын. Алдағы видеода мынау белгіні үстінен басып удалить ете саласыздар. Енді бұл видеода, например, біреулерге переслать еткенде
осылай әртүрлі болып бармас үшін обложка таңдай аламыз. Ол үшін жоғары жағында міне обложка деген жазу тұр. Осының үстін бассаңыздар, именно видеоны жылжыта отырып қолыңызбен қай жеріне келген кезде сохранить етсеңіз, жоғары жақта жазылып тұр сохранить деп. Сол обложкасына түсетін болады сол сурет. Ал біз мынау жазу жазып қойған жерімізді міне таңдаймыз. Слайд сохранить десек, міне бұл обложкасына түседі. Енді музыка таңдайық. Алдыңғы видеода мен сіздерге музыканы қалай таңдау керек екенін көрсеткен. Сіздермен бірге қайтадан соған кірейік, естеріңізге түсіріңіздер. Назад қойсақ, міне астында функциялар тұр. Звук дегенге кіреміз. Бізде YouTube болғандықтан мен негізі шақырулар, құттықтауларда өзім әншілердің әртүрлі сол видеоға сәйкес, мысалы туған күнге арналған, тағы басқа деген сияқты неше түрлі әндер бар ғой, балаларға арналған, үлкен кісілерге арналған деген сияқты, әкеге, анаға арналған таңдайтын едім. Бірақ біз YouTube каналына қойғанда авторские права деген бар, сондықтан да мен ол өлеңдерді қоя алмаймын, өйткені ол видеомды жібермеуі мүмкін. Сол себепті біз приложениенің ішіндегі авторские правасы жоқ, осылай видеоларға, кез келген видеоға қоюға рұқсат берілген музыканы таңдайтын боламыз. Ол үшін міне звукиға кіреміз. И бізге өздері ұсынып тұрған звуктардың ішіне кіреміз қазір. Музыка түсті. Жоғарыда айтқан, алдыңғы видеода айтқан болатын, сіздің мынау ақ таяқшаңыз қай жерде тұрса, музыка сол жерге түседі. Енді маған басынан басталғаны керек, сол үшін музыканың үстін қолыңызбен басып тұрып, ары бері былай жылжыта аласыз. Жылжытып басына әкелесіз. Мінекей. Енді аяқ жағына қарайық. Музыкамыз біздің жетпей қалды. Демек, ол музыканы біз копировать етеміз. Музыканың үстінен басып тұрып, астында функцияны ары бері жылжытсақ қолымызбенен, ең соңында копировать деген бар. Мінекей. И асып кетсе, таяқшаны суреттің біткен жерімен дәлдей отырып қоясыз да, астындағы функциялар жылжытып, разделить дегенді басасыз. Артық жерін міне былай тұрғанда емес, үстімен басып қаласыз артық жерінің. И осы қоршаудағыны удалить деп өшіріп тастайсыз. Ал көріп шығайық достар, примерно видеомыз дайын болды.